Hello everyone, баршаңызға сәлем. Сіздермен Сымбат. Бүгін біз ағылшын пәнінен 8-ші сыныптың 3-ші тоқсанындағы бірінші бұжыбысына талдау жасаймыз. Бұжыбының тақырыбы The Natural World, яғни табиғи әлем, табиғат туралы. Бірден тапсырмаға өтейік. Task 1 бізде әдеттегідей listening, тыңдалым. Task 1 answer the questions about the interview. Интервьюға қатысты сұрақтарға жауап бер дейді. Сыныпта мұғалімдеріңіз қосқан аудионы тыңдау арқылы сіз бұл сұрақтарға жауап бересіз, ал мен қазір оның мәтін түрін оқып жауап беремін. Бірінші сұрақты оқып алайық. He has many tortoises in. Жауабын білу үшін біз мәтінге өтеміз. Мәтіннен осы сөйлем орналасқан жерді белгілеймін. Міне, we have more than 40 tortoises in our garden дейді. Демек, бақшасында. In garden жауабы, C жауабы дұрыс. The garden. Екінші сұрақ. His mom took care of tortoise. Қандай тасбақаға мамасы қарады, я? Жауабын тексттен белгілеймін. It is a pregnant tortoise, яғни аяғы ауыр екі қабат тасбақа. C жауабы дұрыс. A pregnant. Үшінші сұрақ. She took care of it when he was. Бала қанша жаста, қай уақытта болғанда мамасы осы тасбақаны бағатын еді. Тексттан жауабын табамыз. Міне, қарасаңыз, as a high school kid дейді, демек жоғары мектепте оқып жүргенде. Сондықтан тестқа өтемізде high school дегенді белгілейміз. Міне, жауабы in high school, B жауабы дұрыс. Келесі, төртінші, she watched it. Тасбақаларды мамасы қайда қарайтын? Міне, қарасақ, screen up on the dining room table. Dining room дегеніміз бізде асхана, демек ас үйдегі үстел үстінде қарайтын болған мамасы. Сондықтан жауабы бізде in the kitchen, B жауабы дұрыс. Бесінші сұрақ. At his house they have. Үйлерінде оларда тағы не бар, я? Текстқа өтеміз. Үйлерінде тағы не бар екен қараймыз. Міне. We've always had a couple of dogs and the cats. Dogs and the cats дегеніміз біздің қарапайым үй жануарлары. Демек, тестқа өтемізде common pets деген жауапты таңдаймыз, я? Қарапайым үй жануарлары. Келесі тапсырмаға өтейік. Бізде ол write 3 facts about his mother. Оның анасы туралы 3 факт жазу керек. Сіз менің факттарымды алсаңыз болады, немесе өзіңіз түсінген 3 факт туралы жазсаңыз болады. Окей, біріншісі, she is a zoologist and has worked at universities studying animals. Ол зоолог және жануарларды зерттейтін университеттерде жұмыс жасаған. Келесі екінші факт. She is studying South African tortoises now. Ол қазір оңтүстік африкалық тасбақаларды зерттеуде. Және үшінші факт. She has more than 40 tortoises in her garden. Оның бақшасында 40-тан астам тасбақа бар. БЖБ-ның екінші бөлімі бізде сөйлеуге арналған. Speaking. Task 2. Discuss the questions in the class. Мына сұрақтарды талдауымыз керек. Бірінші, the natural world, what does it mean to you? Табиғи әлем деген сен үшін қандай мағына білдіреді? Екі, have you ever been injured by an animal? If so, what is the story behind? Сен жануарлардан жарақат алып көрдің бе? Егер иә болса, қандай оқиға орын алды? Үшінші, how do you think the world will look in 5 years time? 50 years time. Сен болашақтағы 50 жылда әлем қандай күйде болады деп ойлайсың? Және төртінші, do you think we are doing enough to save endangered species? Біз жаңағы жоғалып кету қаупі бар түрлерді сақтау үшін жеткілікті түрде іс-әрекет жасап жатырмыз ба, сен қалай ойлайсың дейді. Сұрақтарға жауап беру барысында мына фразаларды пайдалануымыз керек. In my opinion, I think, in my view, менің ойымша деген сөздер. I agree with, I see your point, жаңа сенің пікіріңмен келісемін деген. I support your view дегенде сондай мағына білдіреді. I take a different view деген келіспеймін. I don't agree деген тоже келіспеймін деген мағыналарды білдіреді. Осы сөздерді пайдаланып біз
сұрақтарға жауап беруіміз керек. Мен осы 4 сұраққа өзімнің мысалымда жауап бердім. Соған қарап сіз өзіңіз жауап берсеңіз болады. Менікін үлгі етіп алуыңызға болады. Бірінші сұрақтың жауабы: The meaning of the natural world is all of the animals, plants and the other things existing in nature and are not made or caused by people. The natural world is a huge part of our environment. Табиғат әлемі, табиғи әлем дегеніміз ол біздің қоршаған ортаның ең үлкен бөлігі және бұған жануарлар, өсімдіктер жатады. Яғни адамның қолы тимеген, адам себепші болмаған заттардың барлығы табиғатқа жатады. Екінші сұрақ ол өзіңнің жануарлардан жарақат алған оқиғаңды айтып беру. To be frankly, I love dogs very much. In my opinion, they are the best friends of the humans. But 3 years ago, I had bad experience with the dog of my neighbor. I took my dog for walking. We were playing in the yard and I gave to my dog some commands to do. Hearing my voice, the dog of my neighbor ran to my dog. I wanted to save my pet because my dog was smaller than other. At that time, the dog of my neighbor bit and hurt me. But I still love dogs despite this accident. Шынымды айтсам, мен иттерді өте қатты жақсы көремін. Менің ойымша, олар адамзаттың ең жақын достары. Бірақ 3 жыл бұрын менің басымнан бір жаман оқиға өтті. Ол менің көршімнің итімен қатысты болды. Яғни мен өзімнің итімді далаға алып шығып едім және бақшада ойнап жүріп, оған командалар беріп жатқан едім. Көршімнің иті жүгіріп келіп, менің итіме атака жасады, шабуыл жасады. Өз итімді құтқару үшін мен екеуінің арасына түстім. Сол кезде көршімнің иті мені жарақаттады. Бірақ бұл оқиғаға қарамастан мен иттерді әлі де жақсы көремін деген мысал. Сіз өзіңіздің басыңыздан өткен оқиғаны айтып берсеңіз болады осы жерде. Келесі 3-ші сұрақтың жауабы: In my view, the world will be very developed and the life of the humanity will be easier. I agree with the scientists that predict underground skyscrapers. These multi-story buildings that will be built underground will be earthquake resistant and offer many living spaces like home, office, shopping centers and gyms. Self-cleaning houses. When you are not at home or you are sleeping, technology will be developed that will clean the house via a button. Space hotels, journeys to the moon and the other planets will be possible. These journeys will be performed with a system that will adapt to the gravity of each planet. Менің ойымша, әлем 50 жылдан кейін өте қатты дамыған болады және адамдардың өмірі жеңілдейді. Мен жер асты биік ғимараттары туралы айтатын ғалымдармен келісемін. Бұндай ғимараттар жер сілкінісіне қарсы тұра алатын болады және адамдарға үй болуға, офис, дүкен болуға немесе фитнес-центрлар болуға лайықты деп ойлаймын дейді. Яғни жердің үстін үнемдеу үшін, қазір адамдар көбейіп жер үстіне сыймай бара жатқандықтан жер астын пайдалану керек дегенге сенемін. Екінші, self-cleaning houses, яғни өзін өзі тазалайтын үйлер. Мысалы, сен үйде болмағанда немесе ұйықтап жатқанда бір жаңағы түймені басу арқылы үй өзі тазаланатын, яғни smart house деп айтамыз ғой, умный дом деген функциялар әлі жүзеге асатынына сенімдімін. Келесі, space hotels, яғни ғарыштағы отельдер. Мен айға және басқа планеталарға саяхаттау мүмкін болады дегенге сенемін. Келесі 4-ші сұраққа жауап берейік. I don't agree with the view that we are doing enough to save our nature. Usage of the natural world much more bigger than the actions taken to restore the nature. There must be a balance between economic growth and the welfare of society and the environment. Our Earth can only continue to sustain us if we protect its biodiversity, the individual yet interconnected chain of plant and animal species that hold our world together. We can do simple things that can help to protect the Earth: reduce, reuse, or recycle. Conserve water, volunteer, educate, use long-lasting light bulbs, plant a tree, etc. Мен адамдар табиғатты қорғау үшін жеткілікті түрде іс-әрекет жасап жатыр дегенге сенбеймін, келіспеймін. Табиғатты пайдалану, оның орнын толтыруға қарағанда көбірек жүзеге асып жатыр. Бұл жерде менің ойымша экономикалық өсім мен қоғамның және қоршаған ортаны қорғаудың арасында баланс болу керек. Егер біз жер анамызды, жануарларды, өсімдіктерді қорғасақ қана жер бізге қажетті заттарды өндіріп, бізді тіршілікпен қамтамасыз ете алады. Біз өте қарапайым нәрселерді жасауымыз керек, заттарды қайта пайдалануды қолға алуымыз керек, суды үнемдеу керек, ағаш отырғызу керек, жаңағы үнемдейтін жарық шамдарын пайдалану керек деген сияқты қарапайым іс-әрекеттерден бастауымыз керек. Осымен біз аяқталды. Іске сәт тілеймін. Жақсы баға алуыңызға тілектеспін. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.